Қайырлы таң тілеймін, құрметті көрермен. Байқап отырсыз ғой. Мен енді жай ғана қайырлы таң демеймін. Өйткені ағылшынша good morning, орысша доброе утро деген сөздер бар, бірақ біз қазақша сәлемді толық жеткізе аламыз. Күніңіз қайырлы болсын, таңыңыз қайырлы болсын. Айтпақшы, сәттілік деген сөзді орыстың удача деген сөзінен тікелей аударып алғанымыз және бар. Алайда қазақта іске сәт деген әп-әдемі сөз тіркесі бар емес пе? Солай айтайық та. Бүгін калька терминдерді сөз етеміз. Ең көп айтылып, жазылып жүрген тіркес сол эмоционалдық интеллект. Арғысы emotional intelligence, бергісі эмоциональный интеллекттен шығып, қазақта жоқ қосымшаны өзімізге бейімдеп алғандай болдық. Дәл осы тіркесті эмоциялық интеллект десек, мағынасы өзгере ме жоқ па? Әрине жоқ. Өйткені emotional сөзі эмоциялық деген сөзбен мағыналас. Эмоционалдық деген сөзді толық аударсақ, ағылшынша да, қазақша да жұрнақты қатарынан жалғап тұрғандаймыз. Emotionалдық, эмоциялық. Дәл сол сияқты нотариалды деген сөз бар. Нотариалды куәландырған дейміз. Ал оны біз нотариус куәландырған десек, дұрысырақ болар еді. Терапевттік деген сөзде де артық қосымша тұр. Жақсы. Терапевт деген сөз бар. Мамандық иесі де бар. Бірақ емнің түрі, кабинеттің аты терапиялық болғаны дұрыс шығар. Өйткені өзге тілден енген сөздің бізге түбірі ғана керек. Ал қосымша өзімізде де жетеді. Сауатты сөйлеп жазып үйренейік, біз оған лайықпыз.